Бәріне айт қайыр. Қалбаста. Екінші Алматыдан ұшып, Мәдина қаласына келдік. Мәдинадан 3 күн болып, міне Мекке қаласына келдік. Мекке мына түсіп отқан тау, Арапат тауы. Осының басында Мұхаммед пайғамбарымыз ең соңғы рет халыққа умраға келіп, үлкен қажытқа келіп, осының басында уағда айтқан екен. Ей халығым, мен 110 адам бар. Ей халқым, мен сендерге 110 мың. 110 мың сахабаға. Ей халқым, сендерге Құран бастадым. Және өзім уағдын тастадым деген. Мынау 5 күннің ішінде сендердің тілектерін тілеп жатырмын. Жиендерімнің, балаларымның, періштелердің бәрі тілегін тілеулермен. Айналайын Динарам, Даниярым, Динарым мен, Жаратқаным, Назиям, Баян, Жарылқа Алла құлыңды тоғызып аймен жұлдызды адал қылып берсін бәріңе ұлың менен қызыңды. Бір Алла өзі оңдасын, бата тілек қабыл боп, осы отырған бәріңе еш жамандық болмасын. Адал болсын алғаның, бақытты болсын балдарың. Сұрасаң Алла мол беріп, аманда болсын мал жаның. Сақтағай Алла құлыңды нақақтан болған жаладан. Пайдасын өзің көрерсін, ғибадат етіп Аллаға иманыңды нұрласаң. Ауырған кезде ұғарсың жалғандығын дүнияның. Шипа бергей дертіне ауырып жүрген пендеңнің. Дүниядан озған пендеңнің күнәсін Аллам ғафу ет. Істеген ізгі амалын махшарда көруге нәсіп ет. Артында қалған ұрпағын береке бірлік тату ет. Осы берген батамды бір Алла өзің қабыл ет. Алла отырғанды бір Құран оқıyacağım.